әлеуметтік желі қолданушылары. Қазір жаңбыр жауып жатыр. Шылаушынымыздың жағдайы мынау. Қазір олар көрсетеміз. Ет болып жатыр деген осы шығар. Мінекей мынау жаңа көрсеткен редисканың іші. Бұлай шығып кетеді. Бұл өзіміздің кәдімгі жергілікті жауын құрттары. Мынаны сіздерге бір көрсете кетейін. Так, қажетлейді жаңағы. Мінекей. Осылай қып-қызыл болып шығып кетеді. Айырмашылығы осы реңінде қызарып көзімізге оттай басылады. Ал мына жерде мінекей әлі шықпаған. Осы көңді жеп жатыр бұлар. Жаңағы астындағы шылаушындарды, жауын кезінде шығып кеткен шылаушындарды қайтарып алудың жолы, шығармаудың жолы. Мынау жағасына осылайынан шлакоблок өріп шығу керек. Ол бірінші жол, немесе әр жерге стойка қағып, бағана қағып, арасынан сым тартып, кленкамен мынаны гөңді үстіне тастап қою керек. Сонда шығып кетпейді. Ал шығып кеткен жағдайда осындай жағалауға, мынандай жерлерге шығып кетеді. Шығып кеткенін байқасаңыз, үстіне көң салып, осындай көңге шыққаннан кейін осыны песағамен алып, мына бетке орнына қайдан тастайсыз. Мінекей, құрметті ағайындар, құрметті көрермендер, жалпылама осы 200 квадраттық аумақтағы шылаушын көбейіп, жағдайы жақсы. Жаңбырға байланысты сапасы сәл төмендеу болып тұр, енді айып етпеңіздер. Осы 200 квадраттық аумақтағы жер сатылады. Ар жағы редиска. Бұған енді үйбегіміз сала алмадым, бұл дайын болған жоқ ол кезде. Тек қойдың қиын бетіне шап шыққамыз. Алам деушілер болса хабарласыңыздар. 200 квадраттық аумақ сатылады. Келісім бар.